Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен хит салаттардың бірі қытырлақ баялды салатын бірге жасайтын боламыз. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, сізде жасап көріңіз және достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Салатымызды баялдыны тазалап алудан бастаймыз. Тазалаған баялдымызды 4 етіп турап аламыз. Үлкендегі ыдысымызға салып, тұз сеуіп, үстінен салқын су құямыз. Енді сол тұз суда 15 минут қалдырып қоямыз. 15-20 минуттан кейін осы баялдыларымызды алып, құрғақ матаның үстіне қойып, кептіріп аламыз. Енді үлкендегі ыдысымызға салып, үстінен картоп крахмалы немесе жүгері крахмалын қосамыз. Жақсылап араластырып, қызып тұрған майда 5-10 штуктан қуырып аламыз. Жақсылап қызартып қуырсаңыздар, салатыңыз одан да әдемі шығады. Баялды негізі қуырған кезде тез піседі. Қызартып қуырсаңыздар, ол салаттың ішіне тез жібіп кетпейді, суы шығып кетпейді. Әрі қытырлақ болып шығады. Балғын қызанақтарымызды осылай турап аламыз. Мендегі қызанақтар екі түрлі. Салат жапырағында үлкен-үлкен етіп турап аламыз. Мен көкөністерден укроп және кинза қостым. Көкөністерді де үлкен-үлкен етіп турау қажет. Қараңыздар, баялдымыз қандай қытырлақ болып шықты. Енді барлық туралған заттарды бір үлкен ыдысқа салып, салатымызды жинаймыз. Мен салатқа аройдың сладкий соусын пайдаландым. Сіз кез келген кисло-сладкий соусты қолдансаңыздар болады. Енді салатымызды жақсылап араластырып, тарелкамызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Бұл салатымыз негізі ыстық салат болғандықтан бұны тез жеп қойған дұрыс. Әйтпесе қуырылған баялдымыз жұмсап кетеді. Салатымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі шықты. Каналым пайдалы, каналыма тіркеліп алыңыздар.